Қызылша адам ағзасына қажетті дәрумендер мен микроэлементтердің көзі. Негізінде қызылшаны сүйсініп тұтынатындарға қарағанда оны ұнатпайтындардың саны көбірек. Қызылшаны ұнатпайтындар қарапайым ғана қызылшаны қолданып, адам ағзасын қажетті дерлік барлық дәрумендермен толықтыруға болатынын білген соң, қызылша туралы ойыңыз өзгереді деп үміттенеміз. Пайдалы ақпараттарды білу үшін видеоны соңына дейін қарап, қызылшаны ұнатпайтын таныстарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Қызылша құрамында С дәруменін, А дәруменін және фолий қышқылын өте жоғары мөлшерде кездестіруге болады. Сонымен қатар ПП, П, Б тобының дәрумендері де кездеседі. Сонымен қатар қызылшаның құрамында биофлавоноидтар мен амин қышқылдарын кездестіруге болады. Органикалық қышқылдар, ақуыз бен майлар, өсімдік талшығы кездеседі. Және ескере кететін жайт, қызылша құрамында өте көптеген микроэлементтер кездеседі. Атап өтетін болсақ, мыс, темір, магний, күкірт, калий, кальций, мырыш, фосфор, натрий, кобальт және йод. Бірінші, асқазан ішек жолдарына пайдасы. Қызылшаны күнделікті тұтыну асқазан ішек жолдарындағы көптеген жайсыздықтармен күресудегі номері бірінші құрал десек те болады. Қызылша құрамында органикалық қышқылдар асқазандағы тағамның жақсы қорытылуына көмектеседі, асқазан сөлі дұрыс бөлінуін қамтамасыз етеді. Ішек қабырғаларын тазартып, ішек микрофлорасын жақсартады, зат алмасуды реттейді. Қызылша іш қату кезінде мәселені тез шешіп беретін қасиетке ие. Қызылша құрамында клетчатка көп кездескендіктен ішектеріңіз сағат сияқты жұмыс жасайтын болады. Екінші, бетаин мен бетанин. Аттары өте ұқсас екі өнім. Қызылшаға қанық қызыл түс беретін де осы екеуі. Бұлар өте мықты антиоксидант болып есептеледі. Адам денсаулығына қауіп келтіретін ауыр металдар мен бос радикалдардың пайда болуына жол бермейді. Токсиндер мен шлактардың ағзадан шығуын қамтамасыз етеді. Қартаюдың алдын алады. Егер де қартаюдың және қатерлі ісіктердің алдын аламын десеңіз, міндетті түрде рационыңызға қызылша қосыңыз. Үшінші, қан қысымын реттейді. Егер сізді жоғары қан қысымы мазаласа, сізге көмекші қызылша. Өйткені қызылша құрамындағы микроэлементтер қан құрамын тазартып, қан тамыр қабырғаларында артық қан ұйып қалуының алдын алады. Қан тамыр қабырғаларын нығайтады, атеросклероздың алдын алады. Қаназдық кезінде гемоглобинді жоғарылатады. Төртінші, бауырға әсері. Қызылшаны күнделікті қолдану бауырдың жұмысын жақсартады, бауырдың сүзгіштік қасиетін жоғарылатады, бауырдағы май алмасуды реттейді. Бесінші, энергия көзі. Қызылша құрамындағы дәрумендер мен микроэлементтер адам ағзасын энергияға толтырады. Егер сізді шаршағыштық, ұйқышылдық, әлсіздік мазаласа, қызылша қабылдауды бастаңыз. Ал нәтиже көп күттірмейді, денеңіз жеп-жеңіл болғанын байқайсыз. Бұлшықет тонусын жоғарылатады, энергия береді, жұмысқа деген қабілет жоғарылайды. Алтыншы, йод. Қызылша құрамында йод жоғары мөлшерде кездескендіктен қалқанша безі ауруларының алдын алады. Ми жұмысын жақсартады, есте сақтауды жақсартады. Алтыншы, суық тию. Қызылша құрамындағы дәрумендер және С дәрумені суық тию кезінде таптырмас көмекші. Ал антигистаминдік қасиеті аллергиялық реакциялардың алдын алады. Жетінші, артық салмақ. Қызылша метаболизмді жақсартады, денеден артық суларды шығарады және ағзада жиналған қауіпті токсиндерден тазартады. Нәтижесінде сіз денедегі артық салмақтың азайғанын байқайсыз. Беттеріңіз жылтырап, сымбаттылығыңыз арта түседі. Сонымен қатар қызылшаның қарсы көрсетілімдері барын да ұмытпаған жөн. Қызылшаны күнделікті, бірақ аз мөлшерден қабылдаған жөн. Мөлшерден тыс қабылдауға кеңес берілмейді. Асқазан жарасы кезінде қызылша қабылдауға кеңес берілмейді.
Сонымен қатар қызылшаны бауыр циррозы мен гепатит кезінде қабылдамаған жөн. Созылмалы диареясы бар адамдарға қолдануға кеңес берілмейді. Жүктілік кезінде мөлшерден тыс қабылдамаған жөн. Және де қант диабетімен ауыратын адамдарға мөлшерден тыс қабылдауға кеңес берілмейді. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.